Сәлем достар, біз бүгін сіздерге үлкен киндер сюрприздың жұмыртқасын үйде қалай жасау керектігін көрсететін боламыз. Сол үшін бізге мынандай шар, бұл өте үлкен шар негізі. Одан кейін су, кез келген түсті. Одан кейін клей ПВА және мынандай ақ қағаздар, мынау қолданылған ақ қағаздар. Сонымен қатар сіздерге таза ақ қағаз керек болады. Вот біз Асима екеуміз үлкен шарды үрледік, Асима? Ауыр ма, жеңіл ма? Кішкене ауыр. Жақсы, қазір осыны біз мынандай қағаздарды суға осылай салып, осылай саламыз да, оны былай жан-жағына жабыстырамыз, Асима? Давай, жабыстырамыз. Ішіне кішкенеден сал, барлығы езіліп кетпесін. Мен саған көмектесемін, жан-жағына клейлер. Так, біздің балдар мінекей жабыстырып жатыр. Ортамызға Қасым-Жомарт қосылды. Наглебізін алып тастайық. Асима, оңай ма екен? Біздің ортамызға Қасым-Жомарт пен Абылқайыр қосылды. Көмектесіп жатыр Асимаға. Асимадан қатты баспа, себебі жарылып кетті. Наклейка керек емес. Қолмен бит баспаңдар, жарылып кетті мүмкін, Қазір көмектесемін. Міне достар, біз қағаздың бірінші қабатын жабыстырып болдық. Енді күтеміз. Кебу керек, Кебу керек. Мынандай ақ қағазды аламыз да, клейге осылай салып, шарға жабыстырамыз. Наш шар высох. Теперь нам нужно будет сдуть шар. Для этого нам нужны будут ножницы. Сейчас вот так вот отрежем и вытащим наш шар потихоньку. Где дырка? Здесь, видите, дырочка, я ее сделала. Маленькая? Да, теперь она потихоньку сдувается. Надо очень аккуратно, потому что он может не получиться. Да? Ага. Мы так еле как сделали. Вот мы сдули шар. Тут дырочка такая. Он у нас пустой. Сейчас надо будет теперь закрыть эту дырочку бумажкой, да? Ага. Вон там. Теперь мы красим наш киндер белым цветом. Можно акварельными красками, можно обычными красками. Суть в том, чтобы не было видно вот этих белых бумаг. Вот мы сделали небольшую красную волну, как у киндера сюрприза. И теперь будем клеить надпись. Такую надпись можно скачать в интернете. Вот. И клеить сухим клеем. Чуть-чуть криво. Ходи. Не выходи, а чего? Да, давай. Вот наш киндер-сюрприз готов. Нужно будет где-нибудь дырочку сделать, чтобы можно было положить конфеты, подарки. Это не сложно, да, просто берете канцелярский нож, делаете небольшое отверстие, и все, в принципе, готово.